Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен өте жұмсақ, нәзік, сондай үлпілдек шоколад қосылған кекстар дайындайтын боламыз. Рецепт өте оңай, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ендеше бастаймыз. Алдымен біз ыдысымызға осылай жұмыртқамызды салып аламыз. Үстінен қантымызды 2 бөлікке бөліп отырып, тоқтаусыз миксермен 2 минут көлемінде миксерлеп алатын боламыз. Мінекей біздің массамыздың үстіне сүт және де еріген сары майымызды салып, тағы да бір рет миксерлейміз. Құрғақ қоспаларымыз онымен ас содасын араластырамыз. Онды алдын ала електен өткізіп алдым. Содан кейін сұйық массамыздың үстіне 2 бөлікке бөліп салатын боламыз. Бірінші бөлігінен кейін миксерлеп, екінші бөлігін салып тағы да миксерлеп алатын боламыз. Мен осылай салмасына шоколад қостым. Қалауыңыз бойынша өзіңіздің үйіңіздегі бар нәрсені қосып жасасаңыздар болады. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Енді осылай бізде силиконды формамыздың ішіне осындай қағаз формаларын енгізіп шығамыз. Үйде жоқ болса міндетті емес. Енді мінекей барлығын ішіне салып шықтық. Біздің тестамыз орташа қоюлықта, мінекей қарасаңыздар. Осылайша біздің тестамызды барлық формаларымыздың ішіне орташа етіп салып шығатын боламыз. Осы дайындалған қамырдан менен 20 дана кекс шықты. Орташа етіп жасадым. Бұл рецепт, достар, өте оңай. Бірінші рет жасағанда керемет болып, кекстарыңыз жұмсақ болып шығатын болады. Міндетті түрде осы видео рецепт бойынша жасап көріңіздер және де өзіңіздің отбасыларыңызды қуантыңыздар. Осыдан бөлек менің арнамда басқа да тәттілер рецепттері бар. Ал енді біздің кекстарымызды қызып тұрған пешке салып 20 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де сіздерге ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.